Сәлем достар, қалайсыздар? Алдыңғы видеода айтқандай, бұл видеода мен өзімнің қорқынышты жеңу несін айтамын. Негізі бұл видеоларды түсіру үшін мен өз қорқынышымды жеңу үшін түсіріп бастағанмын. Әлі де енді ары қарай жалғастыра беремін. Сізге сұрақ, сізде қорқыныш бар ма? Бар болса, комментарийға жазып кетіңіз. Жүрегіңіз қысылып, ішіңізде бір дауыс тоқта деп тұр ма? Көп адам осы жерде кері бұрылады. Көп адам осы жерде арманнан бас тартады. Бірақ бір шындық бар. Қорқыныш тоқта деген белгі емес. Қорқыныш сені дұрыс бағытта келе жатсың деген белгі ретінде қабылдау керек. Егер алға жүрмесең, қорқыныш болмайды. Алға әрекет етіп жүрмесең, сенде қорқыныш болмайды. Қорқыныш тек өсу бар жерде пайда болады. Бұл видео қорқынышпен күресу емес, қорқынышты бірге жеңуді үйренуге туралы. Қорқыныш әлсіздік емес, қорқыныш адамның екенін дәлелі. Мысалға алған кезде, батыр деген қорықпайтын адам емес, батырдың өзі де қорқады кезінде. Батыр деген қорқа тұра әрекет ететін адам. Сен жаңа қадам жасалып тұрсың дейік. Дұрыс па? Сен жаңа деңгейге өсейін деп тұрсың. Сол үшін де ішінде қарсылық болады. Ол миға өзгеріс ұнамайды, ми қауіпсіздікті қалайды. Ал сен даму жолын таңдадың. Басында қиын болады. Себебі сен любой адам басынан қорқынышын жеңе алмайды. Себебі оның идеясын бәрі ми тоқтатып тастайды. Қолынан келмейді андай. Сол кезде еш ойланбай әрекет ету керек. Сен қорқа берсең, өмірің қорқынышпен өтіп кетеді. Сондықтан да қорқыныш пайда болды. Есіңде болсын, егер бәрі оңай болса, бұл сенің шегің. Ал қорқыныш басталса, сен шектен асып бара жатырсың. Егер сен дәл қазір қорқынышпен бетпе-бет келіп жетсең, лайк басуды сұраймын. Бұл видеоны көріп отырған бекем емес. Енді саған сұрақ, сен қорқыныштан қашасың ба? Негізі қорқыныштан қашпау керек. Қашқан сайын ол күшейе береді. Қорқынышқа қара, онымен сөйлес. Мен сені көріп тұрмын, бірақ бәрібір жүремін деп айту керексің. Мысалы қорқыныш болады. Мен сенен қорқып тұрмын, бірақ мен алға жүріп өту керекпін деген сияқты айту керексіз. Бір қадам жаса, үлкен емес кішкентай, бірақ міндетті түрде алға. Сені күтетін сенімділік, әрекетің кейін келеді. Ешқашан бұрын емес, ешқашан кеш емес. Қазір бастасаң да болады. Көп адамдар дайын болған кезде бастаймын дейді. Шындықта дайындық жолда келеді. Мен аған дайын емеспін деп естімейді. Өзгеруге дайын тырыспайды. Мен қай кезде дайын боламын, сол кезде бастаймын дейді. Ертеңге қалдырады, не істейді? Ал шын мәнінде дайындық бүгіннен басталады. Жолда пайда болады. Осындай терең өмірге әсер ететін мотивациялық видеолар керек болса, каналға жазыл. Алда сенің ойыңды қатты өзгертетін видеолар бар. Мен осылай өз видеоларын қорқынышын жеңу үшін мақсатта түсіріп бастадым. Қорқыныш әрдайым болады, бірақ сен әрдайым бірде қалмауың керексің. Кеше қорыққан нәрсең ертең әдетке айналады. Ал бір жылдан кейін сен соған күлесің. Басқалар қорыққанды көріп тоқтағысы келеді. Олар сені қорғап жатқан жоқ. Олар өз қорқынышын саған жүктеп жатыр. Мысалы сен қарайсың, басқалар әрекет етіп жатыр да, сен әрекет еткен басқалар көреді. Сен қойшы, дым шықпайды ғой деп сен айтады, сен қорқытып жатыр. Бірақ олар өздерінің қорқынышын жеңе алмай жатқан адамдарды сен аласың тыңдап. Сол үшін өзіңнің әрекет жаса, өзің дамыту керексің. Сенің жолың, сенің жауапкершілігің. Сен бармасаң ешкім бармайды. Келесі видеода кеш емес, әлі бастауға болады деген тақырыпты айтамын. Өміріңде дәл керек болуы мүмкін, өткізіп алма. Қорқыныш сенің жауың емес, ол сенің досың деуге де болады, былай айту керек. Ол саған сен өсіп жатырсың деп айтып тұрады, всегда айтып тұрады. Сен қорқасың да, мысалы, эмоциямен. Ол саған айтады, сен өсіп жатсың, мысалы, саған мағына береді, не істейді. Қорқсаң да жүр, дүрілдесең де тоқтама дейді. Сен батылсың, себебі әрекет етесің. Мен алдағы енді көп жұрттан қорқатынмын. Енді алда видеолар шығады. Пока мотивационный осындай видеолар айтып жатырмын. Ешқашан берілме, қорқынышпен бірге жүр.
вот енді алда мысалға менің өзімнің армандарым бар, жоспарларым бар, сол жайлы видеолар түсіремін. Пока енді каналға жазылып қалдырмау үшін каналға жазылып кетіңіз. Вот сол үшін сәттілік деп жазып қойыңыздар. Мен де мысалға көп заттан қорқамын өмірімде, бірақ мен әрекет етіп жоспарларымды жеңіп жатырмын. Нәтиже бір жылдан кейін көреміз қандай нәтиже болған. Вот сіз де қорқынышын жеңуіңізді тілектеспін. Сау болыңыз, қош.